12 жасар қыз әкесі екеуі қала сыртында шағын үйде тұратын. Анасы өмірден озған соң әкесі қызы үшін ана орнын басқан. Екеуі бірін-бірін жақсы көретін, араларында ұрыс болмайтын. Бір күні әкесі оған жұмыстан кеш келетінін айтып, шекесінен сүйеді де сөмкесін алып үйден шығып кетеді. Сабақтан келген соң қыз үй тапсырмасын орындап теледидар көріп отырып қалады. Түнгі 12-де әкесі оралмаған соң жатып ұйықтап алайын деп шешеді. Ол түс көреді. Қыз жолдың ортасында тұр екен. Ауыр және жеңіл көліктер өтіп жатты. Жолдың арғы бетіне қараса, бір таныс бейнені көреді. Ол оның әкесі еді. Әкесі қолын аузында ұстап тұрғандай болды. Тағы бірдеңе айтып тұрғандай. Бірақ қыз не айтқанын түсіне алмады. Көліктер азайып тынышталғанда бар назарын салып әрең түсінді. Есікті жауып жатты. Осы сәтте қыз бір түсініксіз дауыстан оянып тұрды. Төсектен басын көтергенде дауыс тағы қайталанды. Артынан қоңырау соғылды. Қыз орнынан тұрып, үстіндегі жалғыз түнгі көйлегімен есікке қарай жүгірді. Глазоктан қарап, өзінің әкесін көреді. "Күте тұр, қазір ашамын", деп ілмешекті алып тастайды. Енді ашайын дегенде соңғы сәтте тоқтап қалады. Тағы да глазокты қарайды. Әкесінің бет әлпетінде бірдеңе дұрыс емес болды. Көзі барынша ашылған. Бірдеңеден қорқып тұрғандай болды. Қыз ілмешекті қайтадан салып қояды. Ал қоңырау соғылған тоқтамайды. "Әке! Әке, жауап бер. Қасыңызда біреу бар ма? Әке, неге жауап бермейсің? Маған жауап бермесең есікті ашпаймын." Есікке қоңырау соғылған тоқтамады. Ал әкесі сол күйі жауап бермеді. Қыз кіреберістің бұрышында тығылып, шегі жоқ қоңырауды тыңдап отырды. Қоңырау 1 сағат бойы соғылып тұрды. Содан қыз есінен танып қалды. Таң атқанда қоңырау тоқтағанын біліп, есікке қарай барып, глазокты тағы қарайды. Әкесі әлі сол жерде қызға қарап тұрды. Есікті абайлап ашқандағы көрген нәрсесінен айқайлап жібереді. Кесілген әкесінің басы есіктің глазогының алдына шегемен қағылып тұрды. Қоңыраудың астында 2 сөз жазылған жалғыз қағаз тұрды. Ақылды қыз.